Қолқаев Асылхан. Асылхан кел. Жалпы сот процесін өткізу туралы шындары сот қаулы етті. Қылмыстық кодекстің 174-ші бап 2-ші бөлігінде көзделген сот Шаймұратқа, Масұққа, Шоуға, Шеризатқа, Қолқаровқа, Қалымбекке қатысты қылмыстық іс бойынша бас сот талқылауы жалпы сот отырысында талқылансын. Қаулылар шағым немесе өтініштер келтіруге жатпайды. Қарсылықтар сот үкіміне келтірілген апелляциялық шағым немесе өтініштерді баяндау мүмкіндігі емес екендігі түсіндірілсін. Отырыңыздар. Gözümün açmayın. Allah cezanı verir. Kuday cezanı verir. Sen bizge vakitli etmeysin. Şabı ötküsün, yüzünü ötküsünden. Bozat vermişler herkesin. Bizge kim kalır? Erkek bolsa bozatsın. Давайте, кім? Қоғамдық қорғаушылар қалады. Қаламыздар шығасыздар. Неге біз шығамыз? Неге жақында бізден қорғаушымыз ғой. Ол қалай сот басталып кеткеннен жабық болып кетеді, ашық соты? Онда сіздер не? Жоқ, басқалар Ассалаумағалейкум қазақ елі. Міне аяқ астынан бір Аян деген жігіттің талабы бойынша міне сотты жабық қылып тастады. Аян кім? Аян Қалымбек. Аян Қалымбек деген жігіттің. Ол сол 19-ның ішіндегі сотталушының біреуі. Ол немене жабық сот талап қылып отырғанын білмейміз. Ал енді соның жалғыз адамның сөзін қанағаттандырып, қалған 18-ін тарқататын жерде жабық сот қылып тастады. Міне қандай әділетсіздік. Бұл әділетсіздіктен біз қашан құтыламыз? Біздің адами құқығымызды таптап міне осындай дәрежеге жеткізіп отыр. Mınalarda bek жоқ, арыз дейді ғой. Міне 300 рет арыз жазған, біреусін орындаған жоқ Қазақстан. 6 айдан бері бармаған есігім жоқ. Бізге ашық сот керек. Ешқандай қылмыскер емес. Қақпаған есігім жоқ. Мінекей 6 айдан бері. Ашық сот талап етеміз. Ашық сот болсын. Ашық сот. Жүріңіздер бұл. Ашық сот болсын. Ашық сот. Ашық сот болсын. Бүгін соттасын. Соттай ма бүгін соттасын. Мен күнде келмеймін сотына. Әділетті Қазақстан дейсіңдер ғой. Әділеттіктерді көрсетіңдер қазақ. Әйел азаматтан қайтарыңыз. Ертекті осы да 2 жыл қамады ғой менің байымды бала шағасынан айырып. Енді жабық сот деп бір адамға болақ сатқын Аян. Құдай жазасын берсін. Жансыз. Жас бос мойны бар ғой. Құдай жазасын берсін. Сатқын. Құдайдың туын берсін. Сатқындар. Оны да 2 жыл қамағаннан жетпей жатыр. Атасасын менің байымды атасасын. Сосын марапат алсындар Қытайдан. Осы да 2 жыл Қытай қамады ғой. Жетпей жатыр ма сол. Өздеріңіз сияқты келген ағайын туыстың жағы айтқан сөзі бар о жерде. Сот аяқталды, азаматтар қайтып жатыр. Енді қыстың көзі қырауда. Өздеріңіз көріп тұрсыздар, ауа райы қолайсыз болып тұр. Сол себептен аула-ауылға тарасыңыздар, құрметті ағайын, құрметті азаматтар. Сотты жабық режимде өткізетін болып шешімі қабылданды, 29-на ауыстырылды. Бірақ енді қорғаушылар бар. Қорғаушылар өздерінің ұсыныстарын енгізетін болады. Жаңа ағайын туыстарды айтып жатыр, біз басқа ұсыныс енгіземіз деп. Енді оны жоғары тұрған сот шешімін өздері шығаратын болады. Сіздерден өтініп сұрайтынымыз,
қала әкімді, мен қала әкімінің орынбасарымын, Жеңіс Саятбекұлы Андабеков атым. Енді сіздерден маған ең бастысы ол сіздердің амандықтарыңыз, осында қоғамдық тәртіптің сақталуы. Сол себепті өтініп сұрайтыным, уақытты жоғалтпаңыздар, мына борандатайын деп тұр ауа райы. Аман есен үйге тарасайық, ең бастысы бастың амандығы ғой. Ер жігіттердің, азаматтардың мойнына келген, енді ол сот өз шешімін шешеді. Бірақ күн осымен аяқталған жоқ. Ең бастысы бәріміздің төрт көзіміз түгелдігі, басымыздың амандығы, құрметті ағайын. Сол себеп сұрайтынымын, аман есен ауылымызға жетейік барлықтарымыз. 29-ына сот шешімі өтеді. Оны енді қорғаушылардан сұрайсыздар, келу, қатысу мүмкіндігі болмайды. Келесі сот 29 күні болады, 10-да сағат. Сол күні сот басталады. Бүгін тек жабық сот, ашық сот дегенді талқыладық қой енді. Жалпы мен үшін, мысалға, жеке мен үшін, ол ашық жабық болғанның маған зияны жоқ адвокатқа. Мен өзімнің жұмысымды жасаймын ғой. Мен жаңағы өзіміз тәуелсіз сараптама өткізіп қойдық. Ол жерде жаңағы Қытайдың халқына емес, ұлтына емес, Қытайдың билігіне қарсы айтылған деген. Ол 174-ші бапты құрамайды. Сосын сондай сараптама өткізіп қойдық шетелдің мына үлкен бір профессоріне. Оны өткізем сотқа. Сосын ана сарапшылардың мына Өскеменде өткізген ұлттық Қытай деген сөзді ұлт деп түсінетін адамдардың сараптарына қарсылық білдірдім. Оны да өткіземіз. Сосын енді менің түсінігімде бұл жерде қылмыс жоқ. Сосын біріншіден, екіншіден сосын бұларды әуелі әкімшілік құқық бұзушылықтың жаңа митинг өткізді деп бұларды қамаған ғой 15 суткіге. Сол 15 суткіге қамаған 13-ші қараша күні соттың шешімімен. Сосын 14 күні қылмыстық іс қозғаған. Ол Конституцияның 77-ші бабына қайшы. Бір адамды бір әрекет үшін 2 рет жазалауға болмайды. Мен сол жөнінде істі қысқарту жөнінде қоям мәселені. То есть мен өз жұмысымды жасаймын. Маған оның ашық болғаны, жабық болғаны мен үшін қатысы жоқ. Бірақ ашық болу керек сот. Журналистер қатысу керек. Енді бұл жерде енді судьяның да билігі емес, білесіздер ғой, сотта аянның да қатысы жоқ бұған. Бұл жоғары жақтан шешілген нәрсе жабық болсын деген. Сондықтан жабық болады сот. Жақсы ма? Келесіде келгенмен сіздерді кіргізбейді. Мен сіздерге сразу айтайын. Осы айдың 29-ы. Сондықтан мен өз жұмысымды жасаймын, қорғаймын, өзімнің міндетімді атқарамын. Неге жабық болады, прозрачный болмай ма? Енді сол енді жоқ. Бұл жерде бар ғой, жоғарыдан туытына аппарат президенттен келіп тұрған тапсырма ғой. Білесіздер ғой бәріңіздер. Байболаттың да қатысы жоқ, Аянның да қатысы жоқ. Солай деп шешімді жоғарыдан, солай болу керек деп. Өйткені мына халық жиналады, сотқа келеді, анау мынау айқай-шу болады деген сол ғой, содан қорқып, жабық тыныштық үшін жасап отыр ғой. Сондықтан өздеріңізге айтатыным 29 күні біз сотта келеміз, адвокаттар уайымдамаңыздар, сотты өткіземіз. Осында болады ғой тағы да. Осы жақта болады. Ал енді біз сыртта көшеде бақылауға құқылымыз ғой, яғни. Енді ол жөнінде бар ғой, видите, сіздер келдіңіздер дейік, сендер жақсы тұрсыңдар. Араларыңа бір-екі арандатушы кіріп кетеді де, мысалға. Бәле болады, сосын біз тағы сендерді қорғап жүрмейік енді. Ол сондықтан менің ойымша бар ғой. Сондықтан өздеріңіз қараң енді. Мен сіздерге былай деп айтпаймын ғой. Сендер тумаластарым сотталып жатқан. Мен сендерге қалай айтамын? Келме деп те айта алмаймын. Бірақ тыныш жүріңдер, тыныш. Келеміз. Тыныш жүреміз ғой. Жаңа бір 2 бала, 2 жас бала. Аянды ұрам деп жүгіріп барады, ұстап қалдым. Енді ол аяңда тұрған не бар? Аянды оған қорқытып айтқызып қойды, болды. Ол баладан не жазығы бар? Өзі сотталып жатқан бала, өзі қорқытып болған, сені айтпасаң, мен сені түрмеге салам деп бұл жоғарыдан қойдық қойды. Сол қорқыққаннан айтып отыр. Енді осынша халық дәурешілігінің не қажеті бар еді? Енді ашық болса, ашық тұрады айту керек еді. Мұнша халық мал шаруашылығы бар, жаны бар, әрі қарымын алып жауап. Адвокат біздер үшін, біз сіздердің балдарыңызды қорғаймыз. Бізге оның жабық, ашық бізге қатысы жоқ.
қорғаймыз, хорошо? Ал сендер бізге сеніңіздер. Хорошо? енді Телефоныңызды қалай аламын? әділдік Бар ғой болсын. телефон жазып ал қазір. Міне бүгін көріп отырмын жігіт. Мен Ақшидегі сөйлесіп жүрген жігітпін. 82-дің балам. Атым Нұрмұхан. Рахмет. Әділдік болсын шырағым. Әділдік болады. Әділдік болсын. Құдай қаласа шығасыз. Жастарымыз ақ, жасы жоқ. Мына 18 үшін күрес. Біз білмесек те Құдай білер, ел білер, халық білер, айналып кетеді. Өсіп өнгенің рахмет. Жарайсың енді. Айтқан сөзіңе разы болдым мен бүгін. Рахмет саған. 877 458 жеңілдік берсін. 57 Бала шағаңа қызыл берсін. Аузыңда 39 бірақ халық дәрулеген енді. шын қуат. Жақсы давай. Жарайды. Уайымдедім. Ағандалып қалмау керек.